Тіл мәдениеттің негізі. Тіл қай ұлтта, қай елде болса да қастерлі, құдіретті. Әр сөзді алып қарасаң, сабақтасқан тарих тұнып тұрған. Қазақ халқының рухани мәдениеті тілінде, оның ауызша және жазбаша нысандарында, әртүрлі жанрдағы ескерткіштерде, тарихи эпостардан бастап, қазіргі заманға көркем әдебиет туындыларына дейін ерекше қайталанбас көрініс. Сонымен, тіл мәдениетті көптеген ұрпақтардың ажырамас байланысы болып табылады. Сөз ұрпақтан ұрпаққа таралып, біздің ой мен сезімдеріміз арқылы одан әрі жетіледі, дамиды. Материалдық мәдениет ескерткіштері рухани тарихы бөлігі болып табылады. Біздің мақсатымыз елордамыздың мәдени мұрасын кеңінен насихаттау және өскелең ұрпақты тәрбиелеу үшін құндылықтарды байланыстыра отырып, ұрпақтар арасында рухани байланысты қалыптастыру болып табылады. Мақсатым тіл ұстартып, өнер шашпақ, наданның көзін қойып, көңілін ашпақ. Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер, думан, сауық ойда жоқ, әуел бастақ. Нәпсінің қу мінезін тілде үйренеді. Тіл өнері дертпен тең. Егерде біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағандай тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлау керек. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған ана тілімізді ұмыту, бүкіл ата бабамызды, бар тарихымызды ұмыту. Тіл байлығы, тіл тазалығы, ұлт қасиетінің салт санасының негізгі өнегесі, нағыз белгісі.